Бүгінгі депутаттық сауалымызға негіз болған дүние бұл мынау барлық азаматтарымыздың, еліміздің, халқымыздың қабырғасына батқан жайттар. Әлімжеттіктің салдарынан болған оқиғалардың легін ел естіп отыр, баршамызда құлағдарымыз. Ең сорақысы оқушылар марқұм болды. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, олардың өліміне күдікті деген және сол күдік бойынша ұсталғандар да оқушы болып шықты. Кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселе туралы балаларға қатысты жантүршігерлік қылмыстар жиілеп кетті. Мұндай оқиғалар мектепте, көшеде, тіпті үйде болып жатыр. Сорақы жағдайлар оқушылардың өзіне қол жұмсауына себепкер болып отыр, деді. Әлімжеттіктің көбеюінің бір себебін мамандар мынау пандемия уақытында онлайн оқыған оқушылардың кейін ортаға еркін бейімделіп кете алмауымен түсіндіреді. Оның салдарын көріп отырмыз, бірақ бұл мәселенің бір қыры ғана. Жақын күндері болған сұмдық оқиғалардың бір қатарын айта кетейін. Алматы облысындағы Сат ауылында орын алған қайғылы оқиға төбе шашымызды тік тұрғызды. Алдымен 10-шы сынып оқушысының көз жұмғанын естідік. Алдын ала мәлімет бойынша бұл қайғылы оқиғаға жоғары сынып оқушысының әлімжеттігі себеп болған. Сұмдығы сол, марқұм болған 10-шы сынып оқушысының жерлеуінен кейін оның досы сыныптасы болған балада өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болыпты. Сәуір айының басында Түркістан облысы Төрткүл ауылында су каналынан 15 жасар қыздың өлі денесі табылды. 9-шы сыныпта оқыған жасөспірімді өлтірді деген күдікпен 2 адам ұсталыпты. Жасөспірімдер арасындағы әлімжеттік туралы айтсақ, таңды таң құруға болады. Мәселен, Өскеменде 17 жасар колледж студентін мектеп оқушылары бірнеше рет жабылып ұрған. 15 сәуірде Семей қаласында жаттығудан шыққан кәмелет жасына толмаған қызды бір топ қыз жабылып сабаған. Қызылорда облысында 9-шы сынып оқушысын 5 бала аяусыз соққыға жыққан. Ауыр жарақат алып миы шайқалған оқушы аудандық ауруханаға жатқызылды. Тізе берсек, факт көп. Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында тарыдай оқушыдан таудай тұлғаны тәрбиелеу міндеті тек ата-анаға жүктелмейді. Балаларды тәрбиелеу, құрдастары мен ересектердің арасында кездесетін әлімжеттіктен қорғауға ата-ана мен бірге мектепте жауапты болады деп жазылды. Осы тұста бас прокурор Берік Нұғайұлы жоғарыда аталған істерді қатаң бақылауға алып, айыптылардың жазадан құтылып кетпеуін қадағалауыңызды сұраймыз. Және әлімжеттік фактілерін біле тұра, жасырып қалған қызметтегі азаматтардың да жазаға тартылуы керек. Оған қоса, балаларды қорлап жатқан кезде араша түсудің орнына сол әрекеттерді бейнетаспаға түсіріп жариялаған адамдарды да жазалау қажет. Және заң бойынша айыпты болып танылған балалардың ата-аналарымен де тиісті жұмыстар жүргізілуі керек. Премьер-министрге нақты ұсыныстар. Біріншіден, мектептегі буллингтің алдын алу үшін психологтардың санын көбейтіп, оларға тиісті жағдай жасау керек. Үкіметтің қаулысымен бекітілген типтік штатқа сәйкес мектептерде ең көп дегенде 2 психолог қана жұмыс істей алады. Ал бізде қазір үлкен мектептердің саны артты. Мәселен, 4000 бала оқитын мектептегі 2 психолог кімге жетеді, кіммен сөйлесіп үлгереді? Ұсыныс, нормативке бір психологқа 250 оқушыдан келетіндей өзгеріс енгізу қажет. Екінші, қазір барлық тәрбие жұмыстары пән мұғалімдерінің мойнында. Оларға сынып жетекшісі деген қызмет қосымша жүктеліп, ол үшін 10 000 теңгенің көлемінде ғана ақша төленеді. Сонда ұстаз сабақ бере ме, тәрбие жұмысын жүргізе ме? Ұсыныс, мұғалімдердің сабақта және сабақтан тыс уақытта балалардың тәрбиесімен жүйелі айналысу үшін кейбір мамандандырылған мектептердегідей арнайы куратор штаттық бірлігін барлық мектептерге енгізіп, олардың лайықты айлық жалақысын және статусын айқындауыңызды сұраймыз. Үшінші, мектептегі әлеуметтік осал топтағы отбасылармен, қолдауды қажет ететін оқушылармен жұмысты үйлестіретін әлеуметтік педагогтердің де санын арттыру қажет. Бастауыш сыныптарда, орта буында және жоғары сыныптарда жекелеген әлеуметтік педагогтар болуы керек. Сонымен қатар, жұмыс ерекшелігін ескере отырып, әлеуметтік педагогтердің айлық жалақысын қайта қарастырған дұрыс. Еңбекақы төлеу жүйесі бойынша оларды Б3 функционалдық блогынан Б2 функционалдық блогына ауыстыру қажет. Төртінші, бұрын мектепте арнайы полиция инспектор болды. Қазір оларды мектептен шығарып алыпты. Сол мамандарды қайтару қажет. Бесінші, балаларды әлімжеттікке төзбеуге, егер қысым жасалса арнайы маманға жүгінуге үйрету керек. Әлімжеттік туралы айтуға болмайды, таяқ жегеніңді айту ұят деген сынды қылмыстық өткені бар түсініктерді жою керек. Оқушылардың театр сынды мәдени орталықтарға ақысыз бару тетіктерін қарастыру керек. Оқушының сабақ үстінде ұялы телефон ұстауын шектеу керек. Ата-аналар да үйде баланың гаджеттерді шектен тыс қолдануына жол бермеу керек.